Қайырлы күн. Менің атым Тұрдағалиева Алмагүл Жексенқызы. Мен болашақ бағдарламасының 2022 жылғы түлегімін және білімім мен тәжірибем арқылы болашағымызға үлес қосып жүргенімізді үлкен мақтанышпен айта аламын. Елге оралған соң София Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университетінде халықаралық байланысты бағытында жұмысымды жалғастырдым. Халықаралық ынтымақтастық дамыту бағытында көптеген жобалар жүзеге асырылды. Оның ішінде академиялық ұтқырлық бағдарламалары, сонымен қатар ғылыми жобалар және шетелдік университеттермен бірігіп жобалар жүзеге асырылды. 2022 жылы Ұлыбританиядағы Линкольн университетінде білім менеджменті, жоғары білімді стратегиялық басқару және көшбасшылық бағытында ғылыми тағылымдамадан өттім. Бұл тәжірибе менің көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Мен білім беру саласында халықаралық серіктестік пен көшбасшылықтың нағыз құндылығын түсіндім. Бұл тәжірибе маған стратегиялық басқару, көшбасшылық және жүйелік ойлау саласында үлкен көзқарас берді. Соңғы 3 жылда шетелдік ұйымдармен бірлескен бірнеше жобаларды іске асырдым. Солардың ішінде ерекше атап өтетінім Рейдинг университеті, Henley бизнес мектебімен бірлесе жасаған Empowering Female Entrepreneurship in Kazakhstan жобасы. Бұл жоба арқылы біз қазақстандық әйелдердің кәсіпкерлік әлеуетін зерттеуге және олардың кәсіби дамуына ықпал етуге тырыстық. Екінші жоба бұл Қытайдың Жеңши институт жобасына жетекшілік еттім. Университетіміз бен шетелдік серіктестер арасында бірлескен зерттеу және білім беру бастамаларын дамытуға атсалыстым. Бұған қоса мен Total Energy Summer School халықаралық мектебін ұйымдастыруға атсалысып, көптеген қазақстандық студенттер мен жас мамандардың кәсіби көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік бердім. Болашақ маған тек білім емес, үлкен миссия сыйлады. Ол халқыма қызмет ету, жастарға білгенімді үйрету және елімнің дамуына үлес қосу. Рахмет, болашақ.